бетпе-бет келді. Екі тарап бетпе-бет келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың ішіне қарап тұрды да тауды көрді, артта тұрған. Артта тұрған тауды көріп, мына тау бос қалмау керек деді. Егер де бізге артқы жақтан күтпеген жерден шабуыл жасалынатын болса, онда бұл таудағы адамдар бізге қорған болады. Сондықтан 50-ің былай қарай шығыңдар деді садақшылар деді. Сол кезде 50 сахаба шықты. Сол сахабаларға басшылық ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Жубайр деген ансарлық сахабаны сен мына 50-ге басшы боласың деді. 49-ға. Және айт, қандай да жағдай болса, біз жеңілейік, мына таудың үстінен ешқандай тапжылмаңдар сендер деді. Ең соңғы сәтке дейін мен өзім келіп қайтадан үкім шығарғанға дейін сендерге осы жерде күтіңдер деді. Сол тау садақшылар тауы деп аталады әлі күнге дейін. Сонымен 50 сахаба сол жерге дайындалды, тұрды. Пайғамбар ал енді соғысқа кірейік ары қарай. Мына жақ жеңіліп жатыр. Халид ибн Валид мына жаққа қарай бүйтіп артпен барғысы келіп жүр қайта-қайта. Барайын десе мына жерде 50 садақшы тұр. Халидті мына жарты жолдан қайтарып жатыр мына жерден. Бір келеді Халид 50 садақшы. 250 оқ жіберген кезде қашады Халид қайтадан. Басылдау деп екінші рет барады Халид міне әскермен. Жаңағы 50 садақшыдан жаңбыр жауады жебемен. Үшінші қашады. Екінші қашады. Үшінші барады. Үшіншісінде де сол ғой. Сонымен Халид күте тұрамыз дейді, не болса да. Күте тұрайық дейді. Сөйтіп күтіп тұрған кездерінде сахабалар деген мынау мүшриктерді кейін қарай қуады ғой. Міне мына жер соғыс болып жатқан болса, мүшриктерді сахабалар кейін қарай қосындарына қарай қуады. Алдыңғы қатар қуып баратыр мүшриктерді, қиратып баратыр. Артқы қатар ше соңында келатқан 100-200-діктер. Олар ғанима дейді ғой, олжа жинап жүр ғой, олжа. Олжа жинап жатыр. Мыналар қашып бара жатыр, садақшылар істеді, ойлап қалды соғыс бітті екен деп. Ей, олжа деді ғой, 50 адам тұрған жерде. Олжа, аналар олжа жинап жатыр, болды, жеңіліп қалды аналар деді. Олжаға барайық. Сонда Абдулла ибн Жубайр радиаллаху анху садақшылардың басшысы ансарлық сахаба. Алланың елшісі, сен бізді бір құспен алып кетіп бара жатты да, қозғалмаңдар деп айтқан. Қозғалмаңдар дейді. Жоқ, ойбай, олжа. 41 деңе адам түсіп кетеді ғой сатына таудан. 50 садақшыдан 41 деңе адам олжа деп дүниенің артынан жүгіріп кетеді. Әлі сахабалар не істеген жоқ? Кемелденген жоқ, әлі көрдіңіздер ме? Сахабалар әлі толық кемелденген жоқ, бірақ не? Тәрбиелену үстінде. Бұл болғаны да жақсы болған шығар енді. Бүкіл үмметке ғибрат болды ғой бұл оқиға. Сонымен жаңа дүниенің артынан жүгірді. Мыналар былай қарай қашты, сахабалар артынан қуды. Мына жақтан 41 деңе сахаба түсті, 42-43 сахаба. 6-7 сахаба қалып қойды ғой. Жаңа Абдулла ибн Жубайр басшысымен бірге. Халид соның барлығын көріп тұр ғой. Халид Икримаға пішт деді ғой. Икрима мына жақта сол тарапта. Екеуі де атты әскер. Икрима келді де мыналардың арасынан тіліп өтіп Халид ибн Валидтің әскеріне келіп қосылды ғой. Халид ибн Валид мына жерге жетті де садақшылардың үстіне шығып кетті барып. Қалған 7-8 садақшының барлығын өлтіріп тастады. Не бітіреді ол? Халидтің әскеріне ештеңе күш жетпейді. Өлтірді, сөйтті де мына жақтан келіп қыспаққа алды ғой мұсылмандарды. Сонымен не керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 50 сахабаның ішінде тұрғызады. Сендер осы таудың үстінде. Бұл таудың аты бұрын не болған? Ойон деп аталған. Мына төбенің аты. Кейін бұл садақшылар тауы деп өзгертілген. Көрдіңіздер ме? Қазір садақшылар тауы деп аталады. 50 сахабаны үстіне кіргізіп тұрғызады, айтады: сендер бұның үстінен жыбырламаңдар дейді. Біз жеңсек те, жеңілсек те сендер жыбырламаңдар. Біз өлтіріліп жатсақ та жыбырламаңдар дейді. Біз мынау аспаннан дейді түйенің мойны сияқты үлкен құстар келіп бізді жұтып алып кетіп жатса да жыбыр. Яғни вообще қимылдамаңдар деп жатыр ғой.